Алло, қызым, үйіңдесің ба? Иә, пап. Ана заттарыңды жина. Милетті де киіндіріп қой. Мен қазір келіп сендерді алып кетем. Алло, пап. Алло. Пап! Қайырлы болсын. Өзіңізге бекем болыңыз. Құдайдың жазғаны осы болар, Зира. Бекем бол. Жылағанмен бақытжан қайтып келмейді. Иманды болсын. Әрқатып жақсы адам болды. Иманды болсын. Сондықтан да құрметті жамағат, марқұмның алдында тірілер үшін 4 міндетіміз бар. Алла Тағаланың алдында сол үшін де ол фарз кифая деп есептелінеді. Біз жаңа мұны жақсылап жуындырдық. Аппақ матаға орап кебіндедік. Үшіншісі жаназа намазын өтеуге тұрмыз. Төртіншісі мәңгі лақтке қоямыз. Сондықтан да Аллах Субхану ва Тағала біздің жаназа намазымызды осы марқұмға мағфират кешірім болсын деп мақсатта дұға етеміз. Ал енді жаназа намазына тұрмастан бұрын біздің марқұм ағамыздың осы дүниеде біреуден алашағы бар, берешегі бар болатын болса, артында өтейтін, қарызды өтейтін туысқан ағайындар бар ғой? Иә, бар. Өтейміз. Алла разы болсын. Ал енді ниет етеміз жаназа намаз өтемекке. Кештім, Құдай. 4 такбирден тұратын жаназа Қарыз жоқ. намазын Аллахның Қарыз разылығы жоқ. үшін Мам, әкеңіз тартып қалды. Өзім істеймін. Не қылып жүрсің? Үйің жоқ па? Кет үйіңе. Мам, не болды сізге көмектесейін де? Керек емес. Көмектеспе. Осы уақытқа дейін өзім істеген. Ары қарай да өзім істеймін. Өзгерген ештеңе жоқ. Мүсіркеме мені. Мам, мүсіркеу ойымда болған жоқ, мен... Не сен? Не сен? Сенен басқа адам жоқ па? Осы сенің менмендігің түбіңе жетті. Жан-жағыңа ара, көзіңді аш. Сен кінәлісің, сен. Мен не істедім? Мен айттым ғой. Байыңның бұрғатының әкеңе айтпа деп түбі осындай болатынын білдің сен. Мен сонда таяқ жеп жүре беруім керек пе еді? Ал сол таяқта өліп қалсам ше не мүгедек боп? Оған байға тей деген мен емес, мен емес. Өзің таптың, өзің тейдің. Онсыз өмір сүре алмаймын, онсыз өлем деп. Енді немереге келдің. Неге айттың енді? Құрыл. Өлесің ба? Ұрама, өлтірема, кет көзіме кет. Әкеңнің түбіне жеттің. Енді меніне түрде жұтпақсың ба? Жоға. Алло, сәлем Сара. Мен ғой Дастан, таныдың ба? Сәлем, Дастан. Рахмет, жақсымын. Өзің қалайсың? Аяғың қалай? Нормально. Дәрімді ішіп жатырмын. Саған хабарласқан себебім... Я, айта бер. Сен соңғы кездер жоғалдың ғой. Звондасам, телефоның өшіп тұрады, әлде менен қашайын дедім бе? Жоға, қайдағы қашқан? Қашсам, сразу блокқа тастар едім. Мен саған айтамын деп ұмытып кеттім. Жақын туысымыз қайтыс болып, сол жақта болдық. Түнде ғана келдім. Жақсы. Иманды болсын. Әмин. Көп рахмет. Мені жай іздедің бе? Саған ұсынысымды есіңе түсіріп қойын деген? Ұмытқан жоқсың ба? Жоқ, конечно. Қашан? Онда бүгін көріспедік пе? Окей. Жақсы, онда хабардамыз. Кешке хабарласам. Айша, қош болды, өзің қинай бермеш, қанша күн болды уже. Айша деймін саған, тыңдашы мені, пожалуйста. Қойшы, айналайын, қойшы.
пожалуйста, өтінемін сенен. Менің миым шіріп кетті, білесің бе сенің жылағаныңнан? Осы жылағаныңнан әкең тіріліп келетін болса бар ғой, 2 реттен 4 рет тіріліп келетін еді, Айша. Тыңдашы мені. Тыңдашы дейме. Үйде тыныштық бола ма өзі, қойшы жылағаныңды. Айша, осылап қоймасаң бар ғой ше, әкеңнің артынан жіберем, ұқтың ба? Құдайдың алдында жылап отырасыңдар бірге, арманың сол болса. Болды, қой. Медетті сайтын өзім алып кетем. Байқұсай, о балай, сорлап қалды ғой. Айтпа, сопиып жалғыз қалды. Амандасып, көмектесіп жүруші еді. Күйеуді жақсы адам еді, бейшара. Енді күйеуі мен қызынан басқа ешкім жоқ, о балай, енді қайтеді екен. Ажал айтып келмейді. Қызы бар ма еді? Қызы бар, тұрмыста. Сен көрмеппін, енді женеге қызына барыпты. Күйеу баласына қайтып сияды. Өзімен өзі болған жақсы емес пе? Болдың ба? А? Ойбай күтік. Аузыңды сүйреңдетіп, мен өсектеп? А? Ұялмайсың ба? Біреуді өсектегеннен. Кешіріңіз. Не ойбай? А? Не ойбай? Неменеге мен сорлы деп мүсіркейсің? Кешіріңіз. Кешір алмайды екем. Кешірмеймін де. Үп-үлкен әйелсіңдер. Біреуді өсектегенше өздерінің үйлеріндегі балаларыңды жөндеп қадағалабаңдар. Ойбай, масқара. Бұл да есен адасып кетейін деп жүр. Жүр. Алдың тақ. Сара келді. Жаным, қалайсыңдар? Привет. Бақшаға бар жатсың ба? Иә. Не болды, барғың келмей тұр ма? Иә, барғым келмей тұр. Лучше үйде қалғаным жақсы. Мама ұйықтата береді. Айтпақшы, мама қайда? Сен апармай ма? Мама үйде. Мама жылап жатыр. Сол жылап бара жатыр. Сен оны жұбаттың ба? Иә, жұбаттым, бірақ ол жылай берді. Ол атаны сағынып жылап жатыр. Ата жақсы адам болған үшін періштелер оны аспанға алып өтті. Ол енді бізге қайтып келмейді. Маған сыйлық сыйламайды. Мені мойнына отырғызып қайта жетпейді. Мен оны сағынам ғой енді. Бәрі жақсы болады. Бастысы сен маманы қолдай, иә? Жарайды. Это и тебя касается. Айшаға қазір қиын. Екеуін демеу болыңдар. Ақылдарын қойыңдаршы, кішкентай бала емессіз ғой. Құрпия. Не үшін келдің? Саған емес, жеңгеме келдім. Не шақырды ма не сені? Жоқ, өзім келдім қолдауға. Қолдауында ішке кір. Жүр бала. Пока, Сара. Қалайсың, жағдайың жақсы ма? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір болады. Үйдесіз бе? Ойбу, үйде болмағанда қайда болам? Дұрыс. Мен сізді қызыңызға кетіп қалған шығар деп жүргем. Өз үйім тұрғанда ол жақта нем бар? Иә, дұрыс. Айтпақшы, кеше рахатты көрдім ғой. Қай рахат? Анау Бақытжан ағамен бірге бизнес бастаған рахат ше? Иә, оған не бопты? Ештеңе болған жоқ, жағдайы жақсарып, адам танымайтын бопты. Бизнесті ағамен бірге бастады ғой, бірақ барлық пайданы өзі ғана алған сияқты ғой. Жарайды енді. Ол да бір еңбек етіп жүрген бала ғой, өсейін деп. Қайдан, Бақытжан ағадан артық еңбек етті дейсіз ба сол? Қайтесің, өткенді қозғап, керек емес. Сонда да ішім ашиды. Мен сіздің орныңызда болсам, күйеуімнің барлық үлесін өзімнің атына аударып алар едім. Кішкентай болса да бір пайдасы түсіп тұрады ғой. Сол бизнес деп белшесінен қарызға батып, бұл дүниеден өтіп кетті ғой. Иә, айтпаңыз. Жарайды. Мен кетейін. Жақсы сау бол. Иә, өз ойымды айтып атқаным ғой, енді ренжімеңіз. Еш реніш жоқ. Иә, өзіңіз көріңіз енді. Та-дам! Қалайсыз жеңге? Сізді оятып жіберген жоқпын ба? Жоқ.
Онысы да өзім де оямын. Жүр, кел кір. Жаңа ағамды көрген ғой. Кеткені жақсы болды. Жеңгем екеуміз шай ішеміз деп сізін жақсы көреді. Красногорға. Рахмет. Жүр. Иә, қазір қолым жуып келемін. Сөйтіп, кафеға барамыз деп шештік қой. Мен 5-6 кафенің адресін инстаграмдарын лақтырам. Бір контент жасап, эстетичный жерге барайық деген ғой. Олар әлі не могут решиться. Представляете, жеңге? Өздері шешеді ғой, араласпай-ақ қой. Я, папа да дәл солай айтты. Папаның сөзі маған заң ғой. Папа деген күшті ғой. Сосын Дастан деген бір баламен таныстым. Жеңге, мен байқамай қалдым. Сара, мен папамды бар ғой, вообще бағалай алған жоқпын. Тіпті тірі кезінде өзі звондайтын, өзі іздейтін, мен қызы болып бір хабарласқан емеспін. Мен де звондамаймын ғой, жеңге. Керек, Сара, звондау керек. Менің қазір қалай өкінетінін білсең ғой. Жеңге, ол кісі сізді жақсы көрді. Затуыңызда қатты жылады ғой. Білем, оның сол махаббатын вообще бағалаған жоқпын. Мен де әкемнен айырылам ба деп қорқамын. Сара, вообще ондай нәрсені айтпа, ондай нәрсені ойлама. Сіздің көңіл күйін көтерем деп түсіріп тастадым ғой. Жоқ, Сара, все нормально. Болды, жүреді. Все, давай шайшик. Торт дәмді өтті. Я, кіре беріңіз. Не болдың уайымдап? Жалғызбын ғой? Шошып кеттім ғой. Тағы да бір жерді алып келді ма деп, мына жақтан бір снимок іздеп кәдімгідей план құрастырып тастасам. Уайымдамашы. Жалғызбын мен. Нормально бәрі. Сөйтші. Күнде бір ойын ойнап шаршап кеттім бар ғой, рөл ойнап. Денсаулықта жоқ саған өйтіп күнде келе беретін. Бәсе, күнде келіп осыған жатып алдым ма деп ойлап қалдым ғой сен. Досым. Бірақ бір көмегің керек болып тұр. Бәсе, бағана ғана басқаша сөйлеп отырмын, айтшы, не көмек? Ау, қыз есіңде ме алдында? Сен қызықсың бар ғой, қаншама қыз алып келдім мына жерге. Қайсы бірін жаттаймын мен? Соңғысы ше? Алдында келдің ғой соңғысы. Аяқпен. Ана 3 миллион ба? Иә, дәл өзі. Иә. В общем, сонымен бүгін кездесем бір. Қой ше? Аның стероиды ғой, қалай сындырып алдың? Білесің ғой досым, как обычно ғой, бәрі. Рычаг менде ғой досым. Бірақ сол рычаг сәл аздық етіп тұрды. Қанша керек? Енді, брат, өзің білесің ғой андай. Қыдыруың бар, ары-бері жүрісің бар, рестораның бар деген сияқты. Брат, менде мынау соңғы ақша ше. Тезірек қайтаршы, ема? Брат, білесің ғой, мен саған уақытында бәрін қайтарып берем. Егер сол қызбен бәрі дұрыс болып кетсе, онда 2 есе берем. Вообще, сен бірінші кездесіп қалшы сол қызбен. Уайымдамашы, досым. Надо будет мына жақтан да шығарып алып сен. Қойшы, кездесіп қалшы бірінші. Жақсы давай. От души, брат, хабарласып. Сәттілік. Давай. Күліп ішім ауырып кетті ғой. Ой, айтпа. Осы сен ғана шығар, мен от души күлдіретін. Мен сізбен ғана сондаймын. Достарым маған тұйықсын дейді. Сосын? Сосын сол... Басқа ештеңе айтпайсың ба? Бәрін айттым ғой. Бәрін айттың, бірақ бір нәрсені айтпай қалдың. Нені? Енді жаңа Дастан деген біреуді айттың ғой? Жылап отыр. Естімей қалған шығар деген ғой. Ой, ондай информация мен қалай мимо жіберем айтшы. Давай, кім ол айтты? Енді таныстық. Негізі ешкімге айтпаймын деген ғой.
Маған да айтпаймын деп шештің ба? Бірінші қандай адам екен біліп алайын. Еще бүгін бірінші кездесу бізде. О, прям уже сондай ма? Прям уже первое свидание. Жай кездесу ғой енді. Дұрыс. Негізі бірінші кездесу өте маңызды. Өзімнің бірінші кездесуім есіме түсіп кетті ғой. Негізі ең күшті кезең сол бар ғой. Конфетно-букетный, бабочки в животе деген сияқты. Иә, менде де сондай болып тұр. Қобалжып. Бірақ бар ғой, ең бастысы бірінші кездесуде жасанды болма. Өзіңді естественно ұста. Потом жігіттің түріне, машинасына, жағдайына вообще қызықпа. Ең бастысы оның жан дүниесі. Потом бәрін маған от-үйді айтып бересің. Ой, обязательно. Кстати, бүгін мен салонға бару керек едім. Кешігіп қалдым ғой. Онда бүгін бармай қойын деп жазсайыншы қазір. Жоға? Керек емес, барасың. Шашынды өзін теп берейін. Да? Иә. Енді қарсы болмасаң әрине. Қарсы емеспін. Хорошо онда. Жүр. Алло, Рахат? Да, кім екен бұл? Мен Бақытжан ағаңның үйіндегі Гүлзира тәтеңмін ғой. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Шүкір жақсы. Өздерің қалайсыңдар, жұмыстарың қалай? Жаман емес, сол бір қалып жүріп жатыр әйтеуір. Менің енді не үшін хабарласып тұрғанымды шет жағасын түсінгенде боларсың. Шамамен түсініп тұрмын дәде. Иә, сол енді ана ағаң екеуің бірге бастаған 50-50 ғып бизнеске салған өзімізге тиесілі пайызымызды алсақ деп едім. Мен енді оны түсінбеймін де, ары қарай жүргізе де алмаймын. Енді доля дегендей, ауыз толтырып айтатындай еш нәрсе жоқ ол жерде. Оны бәкең өзі айтқан шығар сізге. Енді айтқанда сол қарыз алып бизнес бастадық деген. Ол енді бизнестің басында болған әңгіме ғой. Ол ақша туралы бизнес жүріп жатса айтуға болар еді. Бірақ ешқандай пайда жоқ, сол күйі құрдымға кетті, қалай бастадық, солай тұр. Мен басқаша әңгіме естіп едім. Қандай әңгіме естіп едіңіз? Жақсы бір заказчиктер келді дегендей. Ой, ол адамдар лақтырып кетті ғой. Бизнес деген сол ғой, бірде бұлай, бірде олай. Құр сөзбен ғана келістік, солай қалды. Қайта өзім шығынға ұшырап кеттім. Шынымды айтайын. Енді точно ешқандай да заказ да басқа да болмайды, оған көзім жетті. Сондықтан осы бизнесті бір жола тоқтатсам ба деп отырмын. Айтпақшы, менің құдам мықты адвокат. Мүмкін құжаттарды сол кісіге көрсетіп көреміз, ең болмаса бір пайдасы тиіп қалар. Жоға, Гүлзира ханым, давайте былай істейік. Пайдасы жоқ бизнестен зияннан басқа түк те жоқ. Бүгін бір кездесетін адамдар бар, сатылып кетсе бизнесті толық сатып жіберем, и мен сразу сізге хабарлассам, жарай ма? Адвокатпен кездесудің қажеті жоқ. Жарайды. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Так, все, почти біттік. Қазір ерінді бояйын. Слегка ғана подчеркну. Өзің не так сұлусың ғой. Все. Күшті болды. Рахмет жеңге. Оқасы жоқ. Жеңге, қалай ойлайсың, мен оған ұнаймын ба? Конечно. Даже мен ғашық болып отырмын саған. Дастанды вообще не представляю. Кстати, менде саған келетін сумочка бар сияқты. Қазір күте тұршы. Вроде жарасатын сияқты, иә? Саған сылайым осыны. Бұл брендирована новая коллекция ғой. Жоқ, мен қабылдай алмаймын, жеңге. Жоқ, сыйлап тұрмын ғой. Өзің ұстамайсыз ба? Кімнен, бірақ сен ештеңе аямай. Рахмет. Сіз шынымен маған жеңге емес, как родная сестра. Самая лучшая. Я вас люблю до луны и обратно. Осындай цитаталарды қайдан тауып аласың? Маған айтып қойшы бір екеуін.
Кстати, менде саған келетін еще сырға бар сияқты. Ана шкафта шкатулка бар. Ала салшы. Мынау не? Жеңге байсыз ғой. Жақында ағаңның туған күні ғой, соған сыйлыққа жинап жүрдім. Мен ұмытып кеттім ғой, туған күн екен. Сол бір сыйлық ұнатып жүрген, соны алып берем ба деп ойлағам. Кішкене қосу керек тағы бірақ. Шынымды айтсам, мен оның туған күнінен сіздікін қаттырақ күтемін. Шынымен, сіз маған как родная сестра, а ол бір жездем сияқты. Жаным, сен де маған бір туған сіңлім сияқтысың. Дұрыстап қойыңдар, дұрыстап. Бәрекелді, қанекей, давай. Бол. Соңғысы ма? Иә, соңғысы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, бәрі. Дұрыс тұр, бәрі. Орынмен, чики. Накладной бойынша тексеріп алыңыз. Көрдіңіз ғой. Өзіңізге берейін. Қарап алыңыз. Дұрыс па? Все, рахат. Көп рахмет. Сіздермен жұмыс істеу, одно удовольствие. Міндетті түрде тапсырыс беріңіздер. Обязательно. Давайте, келесіге дейін. Рахмет сізге көп. Санап алыңыз. Ғой, сізге қалай сенбеймін? Онда біз қайтайық. Болды, біраз сөзіңіз. Жақсы. Сау болыңыз. Келесіге дейін. Келесіге дейін. Неке, біздің зарплата бүгін бола ма? Әрине болады, бүгін болады деп айттым ғой. Айтпақшы, Гүлзира жеңге хабарласты ма? Кеше номеріңізді алған еді. Артық сұрақ қоймаймыз. Өздеріңе тиесілі ғана сұрақтарға жауап беретін боласыңдар. Түсінікті ме? Жақсы. Үндемегеннің сияқысы да көп болады деген қазақта мақал бар. Естеріңнен шығармаңдарсын. Не болды, үндемей қалыпсың ғой? Бүгін менде бірінші рет бұндай ерекше свидание. Түсінбедім. Несімен ерекше сонда? Енді кездесуге гүл, тәттілер алып келетін еді. Бүгін дым жоқ қой. Түсіндім. Гүл де. Міне саған гүл. Қайтар гүлімді қазір полиция шақырамын. Шындысың ба сен? Есің дұрыс па? Не болды? Я болды ғой ана Тут естелік қой күшті. Мына гүл саған. Өзің ғой гүл деген. Рахмет. Ренжімейтін шығарсың енді соған бола. Жарайды, ренжіме. Бар тағы гүл алып келейін бе? Жоқ, беремейміз. Ой, мам, қалайсыз? Жақсы. Қайда барасың? Дүкенге шығып бара жатқам, үйде нан бітіп қалыпты. Келем қазір. Кіре беріңіздер. Мынаның сорасы әлі ағып жүр ғой. Иә, әлемде осының ғана әкесі өлгендей. Бұрында қатырған шамалы еді, тіпті жақсы болды. Сан айтамын ма? Жынды болып кетесі ғой бұлға.
басты қатырмай есін жисын. Сұмдық қой мынау. Әкесінің өлгенін сыныққа сылтау қылып. Иә, мама, айтып жатырмын, не істеймін? Папаң анау, Бақытжанның қарызын кештім деп. Өзің сөйлеспесең бар ғой, менің онымен сөйлесуге сөзім де шыдамым да жетпейді. Иә, мама, сөйлесем. Соның өліп қалатын білгенде бар ғой, қарызды сұра деп қанша айттым. Ойбай, құдамыз, жұмысың болмасын деп. Енді міне, Бақытжан да жоқ, ақша да жоқ. Кісі алғаннан кейін қарызын қайтару керек қой. Кісі ақысын жеген дұрыс емес. Ұят жоқ. Ана Гүлзира да оны білсе де білмегендей болып жүр ғой. Осылармен бар ғой, құда болмайды деп талай айттым. Осы сен ғой көнбей қойған. Қарашы енді міне, қарашы. Берекесіздердің өзі болып шықты. Кешірім сұрауға да шамасы келмеді. Не айтасың? Санасыздар ғой мынандай, санасыз. Мам, сіз қайтыс болған адам туралы неге олай сөйлейсіз? Айша. Тірі кезінде онша жақтыра қоймаған едіңіз. Тым болмаса өлгенде құлағына тыныштық берсеңізші. Айша, Именно сіздердің қарыздарыңыздан қашып өлгенде айтасыз ғой. жай деймін, Айша. Сіздерді ақша ғана қызықтыра ма? Сіздерге ақша ғана ма маңызды? Иә, біз сіздер сияқты бай емес шығармыз. Бірақ бізде адамгершілік деген нәрсе бар. Болды, Айша, болды. Керек қарыз, ол қайтарылар. Бірақ осыдан кейін қалай сіз біз деп сыйласамыз? Айша деймін. Біле білсеңіз, менің папам, мені мына сіздің тиран ұлыңыздан құтқарып келе жатқанда өмірден кетті. Оның өліміне кінәлі сендерсіңдер. Айналайын, бәлеңді бізге жаппай, тыныш жүр, түсінің ба? Үндемеген сайын үдетіп барасың ғой. Осы уақытқа дейін үндемей келдім. Келсе асты үстіне түсіп құда деп сыйлатқанына бізде-ақ болсын. Өтірік. 200-сіздер. Архат, мына қатынның аузын жап. Енді сенің қатыныңнан сөз есту қалып ет маған. Тұр шай былай. Сіз қалай маған олай айтасыз, а? Жап. Жаппай! Мен папамды жамандатқызбаймын. Сен де, шешең де ауыздарыңа ие болыңдар. Не істейсің, а? Ие болмасақ не істейсің? Не істей аласың сен, бишара? Не істеп жатсың сен, а? Бүкіл көршілер жинап алып, не концерт қоймасың, позор шығар. Не істеп жатсың сен, жылама. Жылама деймін саған, жылама, көршілер, жылама. Архат, қой енді болды. Өлтіріп қоярсың. Тыңда бер. Тыңда деймін саған. Сен мен әлі әңгіме біткен жоқ ұқтың ба? Кешке келем, сөйлесеміз, дұрыстап отырып. Кетейік болды. Жүрш. Қазір, мам, баратым. Кім? Рахат, амансың ба айналайын? Амансыздар ма? Шүкір, жақсы. Таңның атысынан кештің батысына дейін жұмыс өзіңіз білесіз бізде. Қол тимейді. Жұмыстың басында біреу болмаса болмайды. Сол себепті бәкеңнің қайтқанына келе алмадым. Жатқан жері жайлы болғай. Әмен айтқаның келсін. Бәкең марқұм сондай ақ жарқын, ашық адам еді. Бауырым деп мені қолдап жүретін, қолпаштап жүретін. Енді бар жақтылығын сізге берсін. Құдайға да бір жақсы адам керек екен ғой. Қайтейін. Ағанды Құдайға беріп, қара басым сопиып отырған жайым бар ғой. Өзіңізді қаужай бермеңіз. Бар жақтылығын сізге берсін. Айтсын. Енді мынау сіз хабарласқаннан кейін тыныш отыра алмадым, шынымды айтсам. Ана кәсіпті алғаш келген сатып алушыларға сұрап тұрған бағасына бердім. Енді арзан кетті, амал не?
2 миллион теңгені сізге алып кеп тұрмын, өзіме бір тиын қалған жоқ, шынымды айтайын. Мінеңіз. Мінекеңіз. Міне. Алыңыз. 2 миллион? Енді солай, енді сол сатқаныма қуанып отырмын, шынымды айтсам. Ой, бұл басында салған ақшаның жартысы да шықпаған екен ғой. Сондай болып тұр, енді өзіме бір тиын қалмады, шынымды айтайын. Бопты, жарайды. Енді мынау сатып алушыларға керек құжат екен, осы жерге өзіңіздің қолыңызды қойып жіберсеңіз. Міне мына жерге. Мұнда ма? Иә, осында. Жарайды, рахмет. Еш реніш жоқ? Жоқ, реніш. Сау болыңыз. Сау бола ғой. Здесь-то красиво. Әдемі жер екен. Иә. Ұнап жатыр ма? Әрине, ты еще спрашиваешь. Енді бәрі сен үшін ғой. Рахмет. Ача бұрын жігіттерің мұндай жерге алып келмеп пе еді? Жоқ, мен бірінші рет. Ал сен нешінші қызды алып келіп тұрсың? Сен бірінші қызсың. Сенбеймін. Енді сену сенбеу ол сенің таңдауың ғой. Мен саған шындықты айтып тұрмын. Телефонды көтерсеңші. Күні бойы тыным жоқ. Сөйлесіп ал қыздарын. Сонда жатқан шығар. Жоқ, қайдағы қыздар, достарым ғой. Айтқам ғой, мен кездесуге барам деп. Соған прикол ұстап жатқандар ғой. Оның несі прикол сонда? Енді мен қызыммен кездесуге барам деп айттым. Соған звондап мазалап жатқандар ғой. Қызыммен? Билейікші. Сізді биге шақырсам. Қызыңыз болып кеттің ба? Бәлкім болашақ жарым болатын шығарсың. Қайдан білесің? Мен дата оларға болашақ жарыммен көрсем деп айтқан ғой. Ничего себе. Асылсыз ол. Құдағи. Амансыздар ма? Шүкір. Тыныштық па? Тыныштық. Құдай үйде ме? Жұмыста. Мен Бақытжанның алған қарызын қайтарсам деп келіп едім. Несіне асықтыңыз? Күте тұратын едік. Жоқ. Марқұмның артында қарыз болған дұрыс емес қой. Өзінің бизнесінен түскен ақшасы мұнда таза 2 миллион. Жартысының жартысы екен түсініп тұрмын. Бірақ уәде берем, құдағи, міндетті түрде қайтарамын. Жарайды, енді үйге кіріп шай ішіңіз. Жоқ, рахмет. Қайта берген автобус тоқтап қалса, үйіме жете алмай қалам. Жарайды. Жақсы, сау болыңыз. Сорлы. Алло, Жана, сен қайдасың? Ой, не важно. Өзің қазір қалыпқа келдің бе? Все норм? Я вроде бәрі жақсы. Жан, сол бәрі жақсы болады. Мен сен жақсы көрем ғой, ты же знаешь. Жанна, сен емассың ба? Қайдан біліп қойдың?
Иә, жай аздап шашағымды басайын деп іштім. бәсе түсінбей тұрмын ғой. Айша, неге сен мені тыңдамайсың? Айтшы маған соны. Өтініш, кетші сол арқаттан. Неше жерден сүйсең де өліп, өзіліп тұрсаң да тасташы соны. Ол сені бір күні өлтіріп қояды, Айша. Мен саған қатты жаным ашиды ғой, неге түсінбейсің сен? Сенен айырылып қалсам мен не болам, айтшы? Ол нағыз оңбаған, тиран, тупой, баран. Ол сені тырнағыңа да татымайды. Жанна, сосын сөйлесекші. Айша, тасташы оны, я тебя прошу. Ол дегенші, ол мен бірдеңе білем ғой, Айша. Бірақ саған қалай айтарымды білмей жүрмші. Нені? Ол деген бар ғой. Ол сен көзіңе шөп салып жүр. Мен оны басқа біреумен көрдім. Білгем. Мен келдім. Отбасын асыраушысы келді. Қарсы алмайсыңдар ма, а? Айша? 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 Сен не мені қарсы алмайсың, дұрыстап? Айша? Сен менің көзіме шөп салып жүрсің ба? Немене? Өтірік айтып жалтыра алмайсың, сен біреумен көріп. Страх потерял, а? Не, мені өзің көріп жүрсің ба, не? А? Мен сен сияқты әр күнмен жырбыңдаспаймын, ұқтың ба? Ұқтың ба мен саған, Айша, бер кел, Қайда кетіп баратсың сен, бер кел. Айша, тоқта. Тұр, не, айтам. Арқат, менің сенімен сөйлескім келмейді. Мен сөйлескім келіп тұр, давай, айт, не? Мастығынан айықсыз сөйлесем. Айтпаймын деймін саған, айт, не? Ал караокеда кіммен жүрдің, а? Кім сені көру мүмкін, ойла. Жабалсың, жай, қазір өзіңе жаман болады. Жап, бәріне өзің кінәлі білесің ма? Күйеуің изменять етпесін десең, қарау өзіңе. Не мына шашың, не мына түріңе? Ауылда жүрсің ба, не салон жоқ па? Мен осындай қылған сенсің, түсіндің ба, сенсің? Қалай, мен сен артып жүрмін ба? Басып жүрсің ба? Жүрсің ғой өзіңмен өзіңе. Ішкенің алдында, ішпегенің артында. Не жетпейді саған? Сонда сен үшін сұлу ғана маңызды. Не? Бәрі менің бақытсыздығымда. Егер сен жақсы еркек болғаныңда мен де құлпырым. Сен немен еркек емеспін деп тұрсың ба? Әлде еркегің бар ма басқа? Хақты бар, Сен қазір еркек туыстың. Тоқтамасың, не? Мама, қаш, мен қазір Айша. Ayşe değil mi? Ayşe. Ayşe. Осы үйде тұрамын де. Иә. Керемет екен. Жақсы кеш болды онда, мен кірейін. Сара, ертең көрсеміз ғой? Ертең никак. Қалай никак? Сара, мен сені бір күн көрмесем тұра алмаймын ғой? Мен ертең шыға алмаймын. Сара, мен сені бір күн көрмесем өлемін. Айқайлама, үйдегілер естіп қой. Ертең сонымен көрсеміз бе, жоқ па? Иә, көрсеміз. Болды, айқайлама. Точно? Иә. Уәде, болды, пока. Давай. Мам? Ау. Сен не істеп отырсың?
Балам, сен неге әлі ұйықтамағансың? Мам, сенің бір жерің ауыра ма? Жоқ. Онда неге көп дәрі ішесің? Ішпеймін. Дәрі ішпеймін. Бәрі енді жақсы болады, жарай ма? Сенің ешқай жерің ауырып тұрған жоқ па? Жоқ. Мам, сосын ше, папа мен монстр ойнамай қояқшы. Ол ойнай алмайды екен. Жарайды, ойнамаймыз. Балам, бірақ қазір бізге басқа ойын ойнау керек. Ойнайсың ғой? Қандай ойын? Папа да ойнай ма? Бәріміз ойнаймыз. Қалай ойнаймыз? Монстр бізді естіп қоймау керек. Оны қалай істейміз? Біз қазір бөлмеге кіріп, киімдерімізді реттеп, тез-тез шығуымыз керек. Егер монстр естіп қойса, біз ұтылып қаламыз. Түсіндің ғой? Түсіндім. Кеттік онда. Мам, менің теддиім қалып қойды. Айша. Медет, қайтесің, оны сосын басқасын аламыз. Мам. Айша.